Өте өкінішті, өмір сондай қысқа, жіберген қателігімізді түзетіп үлгермейміз. Адам өмірі дөңгелекті арба секілді. Қатты жүріп бара жатқан арбаның сені қай бұрылыстан түсіріп кететіні белгісіз. Өмірдің қысқалығы сонша, ол туралы ойланып та үлгермейсің. Өмір бұл қазір, ол кеше немесе ертең емес. Бұл әлемде неше түрлі тағдыр бар, сенің тағдырың жалғыз, оны бүлдіріп алма. Өмірге наразылық танытқанша мәнді өмір сүруге ұмтылыңыз. Біздер өлгендерді жоқтап емес, өмірге жаңа келген нәрестеге жылайық, себебі оны өмірдің түрлі тауқыметі күтіп тұр. Бұл өмірде жалғыз бақыт, тоқтаусыз алға қарай талпыну. Егер өміріңізде қиындық орын алса, оның себебін өзіңізге түсіндіріңіз, сонда жүрегіңіз тынышталады. Өмір жылау, күрсіну және күлкіден тұрады. Алайда күрсіну басымырақ. Біз көне өмірге сүйсінеміз, бірақ қазіргі заманмен өмір сүреміз. Өмір сізге езу тарту үшін оған бастапқыда өзіңіз жақсы көңіл күй сыйлаңыз. Өмір қас қағым сәт, кірпік қағумен тең. Бүкіл әлем саған қарсы екенін сезінсең, ұшақтың желге қарсы ұшатынын есіңе түсір. Өмірді басқалардың қалауымен емес, өз қалауыңша өмір сүр. Олардың үмітін ақтай аласың ба, жоқ па, ажал келгенде жалғыз қарсы аласың. Сондықтан ешкімнен көмек күтпе, жеңіске өзің жет. Өмірде ең бастысы отбасы. Мансап сені үйде күтіп отырмайды. Ақша көз жасыңды сүртпейді. Атақтан түнде құшағыңа қыспайды. Өлім өмір сүруге тұрарлық, ал махаббат күтуге тұрарлық. Өмірдің қара сызықтары туды ма, еңсеңді түсірме, өзіңе сеніміңді жоғалтпа. Өйткені ең ұзақ түннен кейін де таң атады. Үнсіз қалу көптеген келеңсіздіктен қалқан, ал 1000 жылдық зиян. Адамның тілі қысқа болғанмен, ол қанша өмірді бүлдірді десеңізші. Құдай сізге түрлі сый дайындайды, оны қиындыққа орап қояды. Орауын ашу қандай қиын болса, сыйлық сондай үлкен болмақ. Өмір бұл сіздің жоспарлағаныңыздан мүлде басқаша дүниелердің туындауы. Өмір мен өлім бар болғаны екі қас қағым сәт, ал жаның сыздауы шексіз. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Өмір дегеніміз күрес. Өмір мұхит, уақыт толқын. Өмірді сүйсең, уақытты оздырма, ол тіршілік арқауы. Өмірдің шарты күрес. Күрес тоқтаған жерде өмір де тоқтайды. Адамның өмірі уақыттан үнемдеген істерімен ұзарады. Уақыт қолымыздағы бардың ішіндегі әрі арзаны, әрі нағыз қымбаты. Өйткені біз нені болса да уақыт арқылы аламыз. Адам баласының қолымен жасалғанның бәрі уақыт пен төзімнің жемісі. Зая кеткен әрбір сәт істелмеген іс, түспей қалған пайда. Уақытты босқа өткізу ең ауыр шығын. Адам баласының табиғаты қызық қой, байлығынан, бақ дәулетінен айырылғанда қатты налиды, ал асыл уақытының мән мағынасыз өтіп жатқанын елең қылмайды. Тіпті 1 сағат уақытын ысырап етуге қиған адам өмірді бағалай білу дәрежесіне жетпеген адам. Уақыттың босқа кеткеніне оны бағалайтын адам ғана қиналып қынжылады. Уақыт ой еңбегі адамның қазынасы. Уақыт ой өрісті, қабілетті дамытудың көкжиегі. Уақыт ақыл парасатымызды жан-жақты жетілдіріп, кемелдендіруге, білімдер алуға берілген баға жетпес сыйлық. Уақытты қысқартқың келсе, бос қарада отыр. Еш нәрсе істемеуге болатын кездің қандай екенін миыма кірмейді. Уақытты тиімді пайдалана білсең, оны бағасы да арта түседі. Мен демалып жүрген кезімдегідей ешқашан мұрнымнан шаншылып жұмыс істеп көрген емеспін. Карта ойнау, ақыл ой күйреуінің айқын айғағы, тартымды ой алмасудан қалғандар ғана карта соғады. Өзіңнің де өзгенің де уақытын үнемдемеу нағыз мәдениетсіздік. Талант иелері уақыттарын өзін-өзі және болашақ ұрпақ құрмет тұтатындай етіп пайдаланулары керек. Игілігіне ештеңе қалдырмасақ, ұрпақ біз жайлы не ойлайды? Уақыт бәрін алып кетеді,
Жылдар тізбегі адамның есімінде, сыртқы пішінінде, мінез құлқы мен тағдырында өзгертеді. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапты бар қалан. Өмірдің алды ыстық, арты суық, алды ойын, артқы жағы мұңға жуық. Өмірдің мәнін біле алмағандардың өз обалы өзіне. Дүние үлкен көл, заман соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер, кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Төзім тамаша қасиет, бірақ ұзақ төзуге уақыт жоқ. Бұл жер дегеніңіз ұзақ керуен жолы, ал біздер адамдар жолаушыларымыз. Өмір күрес, бақыт күресте. Адам әзіз айтар деп көңіліңді салмағын, нәпс алдаушы дұшпанның өсиетін алмағын. Мінезі жаман адамға енді қайтып жуыспа, тәуір көрер адаммен жалған намыс қуыспа. Ақың болса біреуде айыбын тапта ала бер, ерегісіп ұрыспа, жөн болса да атың шықпас дұрысқа. Ғылымым жұрттан асты деп кеңессіз іс бастама, жеңемін деп біреуді өтірік сөз қостама. Атадан алтау тудым деп асқынып жауап айтпаңыз, атамның малы көпті деп атты басқа тартпаңыз. Қадірін жеңге білмесе бой жеткенмен қызғарып, замандасы қалмаған қария болар шын ғарып. Ата жұрты Бұхара өз қолында болмаса, қанша жақсы болса да қайратты туған ер ғарып. Надандықтың белгісі тілін алмау білгеннің, шамаңша шалқып жүре бер, қабірге әзір қоймаса. Артыңда қалар атақ жоқ, тіріде даңқың болмаса. Көлде жүрген қоңыр қаз, қыр қадірін не білсін? Қырда жүрген дуадақ, су қадірін не білсін? Санасы жоқ жамандар, ел қадірін не білсін? Көшіп қонып көрмеген, жер қадірін не білсін? Көше қона білмеген, қонса көше білмеген, ақылыңа көнбеген, жұрт қадірін не білсін? Ақ тоныңды жамандап, атлас қайдан табарсың? Өз басыңды зорайтып, теңдес қайдан табарсың? Көлдің суын жамандап, еділ қайдан табарсың? Әкіміңді жамандап, әділ қайдан табарсың? Өз барыңды жамандап, асыл қайдан табарсың? Әділдіктің белгісі біле тұра бұрмаса, ақылдының белгісі өткен істі қумаса. Ғылымның қандай пайдасы білместі жолға салмаса. Арғымаққа міндім деп, артқы топтан адаспа. Бақыт қонған ерлердің әрбір ісі оң болар, дәулеті күнге артылып, не қылса да мол болар. Ердің құны сөз емес есебін тапқан сабазға, мойның бұрып, сөз айтпас көңілі қалған аразға. Бос аманда не ғарып, ақ қалалы боз ғарып, жақсыларға айтпаған асыл шырын сөз ғарып. Амандықта қадір жоқ, алдырған күні білерсің. Денсаулықта қадір жоқ, ауырған күні білерсің. Қолда бар жақсының қадірі жоқ, айрылған күні білерсің. Тон бітпеске тон бітсе, қағуменен тоздырар. Жаман әйелге қоң бітсе, ер жігітті аздырар. Алған жарың жақсы болса, ат үстінен дүбірет. Алған жарың жаман болса, шиге кіріп сыбыр ет. Жаман болса жолдасы, әйелдің түскен торыда, шыға алмайтын мұңлықтың қазылған терең орыда. Берлі таудан аспаған, бедеуге қамшы баспаған, алысқа сапар шекпеген ат қадірін білмейді. Жақсы тамақ ішпеген, жайлы орынға түспеген жат қадірін білмейді. Қыста соғым соймаған, қоз етіне тоймаған ас қадірін білмейді. Әділдеп соны айтыңыз, тураны қисық бұрмаса. Әділ би әділдігін айтар, сары табақтан сарқыт қайтар. Бұл жалған дүниеде кімнің төрт құбыласы тең болады? Дүзу мылтық, қыран, жүйрік аты бар, мінез құлқы мінсіз әйелі бар ердің төрт құбыласы тең болады. Әділ биі болмаса, бірлігі кеткен ел ғарып, қадірін елі білмесе, қайратты туған ер ғарып.